қаласының оңтүстік шығыс полиция бөлімі секторының аумағында орналасқан білім беру ұйымдарының, оның ішінде орта білім беретін мектептер арасында ұйымдастырылған нашақорлық қоғамдық дерт атты бейнероликтер байқауына қош келдіңіздер. Қарағанды қаласының оңтүстік шығыс полиция бөлімі нашақорлық қоғамдық дерт атты бейнероликтер байқауын ұйымдастырды. Қазіргі таңда қоғамды іштей кеміріп бара жатқан айықпас дерт түрі нашақорлық. Есірткіге тәуелді әрбір адам кем дегенде 10 адамды өзіне тартады екен. Олардың басым бөлігі мектеп оқушылары. Шараның мақсаты балаларға осыны дәріптеу. Жалпы 8 мектеп қатысуға ұсыныс білдіріп, 1-2 минуттық бейнероликтер дайындап келген. Бүгінгі біздің өткізіп жатқан іс-шарамыз ол кәмелетке толмағандардың арасында нашақорлықты алдын алу. Яғни қазір жас нашақорлықты қолданатын орталықтан бәрі жас болғандықтан біз мектеп оқушылары арасынан бастадық. Міне қазіргі осы конкурсты ұйымдастырып отырмыз. Осы оңтүстік шығыс полиция бөлімінің аумағында орналасқан оқу орындарының оқушылары мұнда 7-ші сыныптан бастап 9-10-ші сыныптар арасында өткізіліп жатыр. Бейнероликтердің сапасына тақырыптың ашылуына қарай 3-ші орын нөмірі 66-шы орта мектеп лицейі, 2-ші орын нөмірі 81-ші жалпы білім беретін орта мектебі, 1-ші орынды нөмірі 107-ші мектеп гимназиясы иеленді. Жеңімпаздарды алғыс хат және естелік сыйлықтармен марапаттады.